Қолдың сәні білезік демекші. Білезік ертеде қазақ әйелдерінің ең көп тағатын әшекей бұйымдарының бірі. Білезік қолға тағатын сәндік бұйым. Білезік сөзінің түп төркініне келетін болсақ, білек және жүзік сөзінен туындаса керек. Білезік қымбат металдардан жасалады және түрлі түсті тастар қондырылады. Білезіктің пішіні, көлемі және қондырылған тастарына қарай сан алуан түрлі болады. Кейде білезікке алтын және күміс те жалатып жасалады. Білезіктің бірнеше түрі бар. Атап айтатын болсақ, қолқа білезік, өрме білезік, бұрама білезік, көзді білезік, кавказ білезік, үзбелі білезік, топсалы білезік және сағат білезік сияқты көптеген түрлері бар. Білезік буын аурулардың алдын алады, қолдың тазалығын күшейтеді және жын-перілерді қуады деген наным-сенім халық арасында кеңінен тараған. Ең маңыздысы, білезік адамның күш-қуатын арттырады. Қазақта бәле-жала адамның шашы құлағы арқылы кірсе, ал күш-қуаты адамның алақаны арқылы шығады деген наным-сенім қалыптасқан. Сондықтан әже апаларымыз соңғы күш-қуатынан айырылып қалмау үшін қолынан білезік тастамай тағып жүрген. Білезіктегі өрнектердің мәнімен қоса, көп халық ұғымында қалыптасқандай қорғаныш қасиетке ие сиқырлық күші бар деп саналады. Сондықтан өзге де тұмарлармен бірге баланың білегіне ақ-қара, қызыл-көк көзмоншақ тізбегін тағу дәстүрі осы уақытқа дейін сақталған. Білезіктің, сондай-ақ сақина мен сырғаның киесі мен қасиетіне сену ғұрпы шамамен қола дәуірінде орын алғаны жайлы қазба жұмыстары мәлімдейді. Мысалы, қола дәуіріндегі орындардан табылған жұмыр білезіктердің ұштары еректеліп келген, немесе қорғаныш қызметін білдіретін өзге де белгілермен сәнделген. Білезіктерге байланысты немесе әшекей бұйымдардың тізім құпиясын білгіңіз келсе, менің Бахаргүл Төлеген атты YouTube арнама жазылыңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген. Назарларыңызға рахмет.